видеосында сандалған қамыр сияқты. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге пияз қосылған қатпарлы нан дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су, сұйық май, тұз қажет болады. Барлығын салып араластырып, қажетіне қарай ұнды сала отырып, жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болды. Оны 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге тындырып қоямыз. 180-200 граммдай сары майды табада ерітеміз. Бұл жерде сары майдың пайызы неғұрлым жоғары болған сайын, қаттама нанымызда соғұрлым дәмдірек болады. Сары май толық еріген соң, ұсақтап туралған 2 пиязды қосып, осы сары майда жақсылап қуыратын боламыз. Ие қанған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, 3 күлше дайындап аламын. Сіздер өз қалауларыңызға байланысты дайындасаңыздар болады. Әр күлшені ұн себе отырып, жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырды жұқа етіп жайып алған соң, сары майда қуырылған пиязымызбен сары майды осылай қамырдың бетіне орналастырамыз. Және де кисточканың көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп орап, оқтаудың көмегімен ақырындап жаямыз. Оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаюға тырысамыз. Сары майды еріткен табамызға қамырды орналастырамыз. Бетін жауып қоямыз. Одан кейін астын баяу отта әрбір жағын 7-8 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің пияз қосылған қаттама нанымыз дайын. Самсаның қамыры секілді қытырлақ болып, дәмді болып шығады. Өзіңіздің қалауыңызға байланысты кесіп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Видео сізге пайдалы болды деген ойдамын.